брик нұсқаулығын Python тілінде қалай қолданамыз, есеп шығару барысында қалай қолданамыз. Ол үшін бізге, мысалы, 10-ға дейінгі сандардың ішіндегі 5 деген сан кездессе, бізде цикл тоқтау керек. Ол үшін біз бірінші цикл аралығымызды жазып аламыз. Параметрлі циклмен шығаратын болсақ, for бізде ай аралық бізде 10-ға дейінгі сандар болатын болса, біз оны 11 деп береміз. Енді бізде шарт құрылады. Егер if бізде ай тең болса 5 деген санға, онда бізде цикл тоқтау керек. Демек, брик нұсқауын жазамыз. Экранға шығарамыз. Айды. Нәтижесін көретін болсақ, экранға жібереміз. Бізде нәтижеде 0 менен 4-ке дейінгі сандар аралық шықты. Демек, бізде мына шарт орындалып тұр. Егер осы шарт орындалса, яғни ай аралығымыз 5-ке тең болса, онда бізде цикл тоқтап тұр. Бұл жерде 5 деген санның өзін көрсетпей тұр. Тек қана 5-ке дейін ғана көрсетіп тұр.